Балалар киностудиясы. Алло. Жақсымыз. Қаладамын. Сол бітпейтін кептеліс қой. Бізде жұмыс қой, уақытым жоқ. Жарайды. Жақсы, сау бол. Кім? Қайның ғой. Ауылға шақырып жатыр. Папа мен мамамның үйленгендеріне 40 жыл болыпты. Енді соны атап өтеміз дейді. Енді? Естідің ғой. Жұмысым бар дедім. Тағы да естеріңізге сала кетейік, бүгін бізде қонақта белгілі бизнесмен, Қазақстан Республикасының президенті стипендиясының иегері Азамат Бердібеков қонақта. Тағы да қош келдіңіз дейміз. Қош көрдік. Келесі біздің қояр сұрағымызды сіздің жеке өміріңізге қойсақ па деп жөн көріп отырмыз. Әрине сіз қарсы болмасаңыз. Әрине қарсы емеспін. Мархабат. Ендеше өміріңіздегі ең қызықты сәтті айтып өтсеңіз. Және кімді кумир санайсыз? Жалпы мен... Азамат, бош тепші. Қайқа қарап тұрсың, тепші допты. Азамат, ұтыламыз қазы біз. Бош, Азамат, не қарап тұрсың, тепші азаяй. Аза болшы, қайқа қарап тұрсың. Аза болшы. Азамат, Аза тепші. Аза. Азамат. Азамат. Неғып тұр енді? Тепші, не болды? Азамат, қайқа кеттің, Азамат. Анам шақырып жатыр. Әке сенің жасыңнан асып барам, кез-кез келгенде тасып талам. Әке сенің жасыңнан асып барам, кез-кез келгенде тасып талам. Әке сенің жасыңнан асып барам, кез-кез келгенде тасып талам. Кез-кез келгенде... Азамат. Бәрімді әпеш, Азамат. Сен
үлкен болып ер жеттің. Анаңа, бауырларыңа қарайла. Анаңа да ауырлық түсіріп жүргенімді кейін кездері ұғып жүрмін. Ал ол қиналып жүр. Сонда да білдірмейді. Сабырлы. Менің разылығымды алғысы келеді. Жылама құлыным. Саған да жақсы әке бола алмадым. Бірақ сен жақсы бала бол. Сенің көзіңде отың бар. Сенің болашағың зор балам. Жарайды. Бара ғой балам. Балам. Сабағыңды осы жерге келіп оқышы. Жарайды, әке. Әке, сенің жасыңнан асып барам. Кез келгенде тасып талам. Кез келгенде жасып қалам. Мына өмірге бәрібір ғашық балаң. Құралақан емеспін қуаныштан. Қуаныштар алдымда құрақ ұшқан. Бір арыстан өмірден өткенімен өмір сүріп келеді тірі арыстан. Автор Мұқағали. Өкінбе, әке, отың бар сөнбей тұғын. Ол мәңгілік жанады көрмейтінім. Ұрпағың бар ел менен ер намысын, тірі тұрса қолыңнан бермей тұғын. Жақсы. Өлең керемет, ерекше әсерлі болды. Орындау, шеберлігі де жаман емес сияқты. Жақсы. Бір сұрақ. Азамат мырза, бұл өлеңді неге таңдадыңыз? Мұқағали ағамыз бұл өлеңін өз әкесіне арнаған білесіз бе? Әкесінің өмірден өткенде бір ай болған ғой. Иә, біреуге ерте, біреуге кеш беріледі өмір деген. Бұл тағдыр деп аталады. Оған ешқандай да таласым жоқ. Болу керек болды. Кейде өзім жалғыз қалғанда ойланып, қатты сағынып қаламын. Анам бар, Құдайға шүкір. Барлық радио тыңдаушыларға айтарым, айтқан сөзімді ақыл деп емес, кеңес деп қабылдаса екен. Әр сәтті бағалаңыз. Бүгінгі күн ертең қайта келмейді. Өтті кетті. Ата-аналарыңыз бар шақта пайдаланыңыз. Етегіне жармасыңыз. Оған жылы сөйлеңіз, сүйіңіз, құшақтаңыз, бақытты болыңыз. Оларды бақытқа бөлеңіз.
Ал енді менің өмірлік кумирім ата-анам. Олар маған